Қайырлы күн, оқушылар, сіздермен бірге тағы да Елдана апай. Бүгін біз Қазақстан тарихының кезекті сұрағын талдайтын боламыз. Бізде сұрақта индустрияландыру кезінде Орал Ембі мұнайлы ауданын зерттеген академикті сұраған болатын. Жалпы индустрияландыру деген бұл ауыл шаруашылық, яғни көбінесе адамдар қолмен еңбек жасады ғой. Ауыл шаруашылығында егінді де, мал шаруашылығын барлығын бізде өнеркәсіпте адамдардың еңбегі басты рөл атқаратын. Ал индустрияландыру кезеңі деген бұл сол адамның еңбегін машинаға ауыстыру, яғни жаңа құрылғылар ойластырып табу, бізде жандану, гүлдену, яғни кәдімгідей өндірістерді машинамен алмастыру болып табылатын кезең болып табылады. Бұл КСРО кезінде 20 ғасырдың 20-30 жылдар аралығын қамтыған уақыт. Енді бұл осы уақытта Орал Ембі мұнайлы ауданын зерттеген академик бар. Оны біз 8 сыныптың, қазіргі таңда мектепте 9 сыныптар оқып жатыр. Соның бірінші бөлімінің 114 бетін ашсаңыздар, қосымша мәлімет берілген. Бұл жерде аяқ жағы міне қарасаңыздар, Орал Ембі мұнайлы ауданын зерттеген бізде академик Губкин болып табылады. Сонымен қатар бізде тағы да қосымша мәліметтер. Мыс кен орындарының бас инженері бізде Сәтбаев болған. Орталық Қазақстанның минералдық шикізат ресурстарының зерттеген академик бұл Курнаков болған. Яғни осындай зерттеулермен жүргізілген кезең болып табылады екен. Бұл бізде осы 29-30 параграфтарда кәдімгідей индустрияландыруға арналған параграф бар. Осы жерден оқып біле аласыздар.